Достар, бәріне қайырлы кеш. Бүгін бізде жаңа проект. Бұл үйдің ауданы 16 және 13,5 метр. Ең алдымен бізде кіреберісте кірген кезде сол жағымызда гардероб, шкаф. Одан кейін оң жағымызда котельный бар. Бұл котельныйның ішіне кір машинаны қондыруға және де қол жуатын қондыруға болады. Кіреберісте бізде екі шағын терезе болады. Бұл дегеніміз кіреберісіміз жарық болып келеді. Одан кейін ары қарай кіретін болсақ, сол жағымызда бізде кухня, ас бөлмесі. Кухняда үлкендеу терезе орналасқан және стол, және кухонный гарнитурды бізде осы жаққа орналастырамыз. Ары қарай жүретін болсақ, бізде сол жағымызда холл. Холлда да үлкен терезе орналастырылған, диван, телевизор және стол. Одан кейін тіке өтетін болсақ, бізде қонақ бөлме. Қонақ бөлменің ауданы 7,3 және 4,5 метр алып келеді. Шамамен 30 квадраттай үлкен қонақ бөлмеміз орналасқан. Холлдың оң жақ бөлігінде бізде спальная зона дейді. Бұл жақта жатын бөлмелер орналасқан. Бізде 3 жатын бөлмесі бар. Біріншісі 4,5-да 3,5, екіншісі 4,5-да 4, және үшіншісі 4,6-да 4,9. Бұл ең үлкен жатын бөлме болып келеді. Одан кейін осы жатын бөлмелердің ортасында бізде шағындау гардеробымыз орналасқан. 6,5 квадраттық гардероб. Өте жақсы проект. Егер сізге осындай видеолар ұнайтын болса, лайк басып кетіңіздер. Каналға подписаться басып тіркеліп кетіңіздер. Және де комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Қазақша контентті қолдап кетейік. Бәріне рахмет.